Отбасы болу. Отбасы болу тек ертегідегі бақытқа толы өмір емес екен. Бақыттың тек тәтті сәттерден тұрмайтынын, оған сабыр мен даналық арқылы жететінін түсінуге екен. Отбасы болу жай ғана бір дастархан басында жиналу емес, бір ниетке ұмтылу, бір мүддеге құлаш сермеу. Бұл шаңырақтың тыныштығын сақтау үшін өз эгосын жеңу білу, бір-бірінің әлсіздіктерін күшейту екен. Отбасы болу әрбір сөздің жүрекке әсер ететінін түсініп, тілге абай болу екен. Ренжітуден сақтанып, кешірім сұраудан ерлік екенін мойындау екен. Отбасы болу бақытқа қарай бірге қадам басу. Соққан желге, жауған жаңбырға қарамастан сол бір бақыттан айнымайтын теңізші болу. Отбасы болу жан тыныштықтың табылар мекені. Екі жүректің бір-біріне тірек, бір-біріне пана болар екен. Отбасы болу сүйіспеншілікті сақтау үшін күресу екен. Тек екі адамның одағы емес, жүректердің терең үндестігі екен. Бұл өмірдің сынақтары мен сыйларында бірге болуға берілген уәде. Тек шаттыққа ғана емес, сабырда да табандылық танытатын мекен. Отбасы болу күнде қайта ғашық болуды үйрену екен. Қателіктерге көз жұмып, кешірімнің қаншалықты құнды екенін сезіну екен. Отбасы болу тек махаббат емес, үлкен еңбек екен. Бір-бірінің әлсіз тұстарыңды шартсыз қабылдау үйрену екен. Отбасы болу балаларың үшін ең жақын дос болу екен. Олардың кішкентай жүрегіне сенімділік, мейірім және махаббат ұялату екен. Отбасы болу сүйіспеншілік пен сабырдың, құрмет пен кешірімнің, мейірім мен иманның үйлесім табуы. Бұл Алланың адам баласына берген үлкен нығметтерінің бірі екенін түсіну.